Баршаңызға қайырлы күн, менің қымбатты көрермендерім. Бүгін тағы да алдарыңызға шығып отырмын. Өзімнің кішкене ой бөліссем деп ойлаймын. Мен жалпы өзімнің табиғатым, мен қазіргі заман легі дейді ғой, заман легіне ілескенді жақсы көремін. Жаңа болып жатқан нәрсенің бәрімен танысқым келеді, үйренгім келеді, бәрі нәрсеге қатысқым келеді, дамығым келеді. Үнемі осындай қозғалыс үстінде жүретін адаммын. Басқа адамдарды мен онша білмеймін, но өзімнің табиғатым психологияға да өте жақынмын. Осы жаңа Инстаграм, тиктоктардан психологиялық әңгіме болып жатса, сол жерде өзім жаныма жақын бір адамдарды көріп қалсам, сол кісілерге тез жазылып аламын да, солардың салып отқан контенттерін көріп, тамашалап отырғанды өте жақсы көремін. Өздеріңіз білесіздер, әрі педагог болғаннан кейін психологияға бір табан жақынбыз. Біз қаншама халықтың ортасында жүрген адамбыз, ата-аналар бар, басқа да маман иелері бар, оқушылар бар деген сияқты. Әбден барлық адамдармен қарым-қатынас жасай келіп, психологияны жап-жақсақ меңгерген адамдармыз. Өзімнің табиғатымда психологияға өте жақын. Мен адамдармен сөйлескенді өте жақсы көремін. Мысалы, бір адамдармен сөйлесіп қалсам, сол адамдарға сұрақ қойып, ол адамдарды әңгімеге тартып, ол адам туралы көп нәрсені білгім келеді, түсінгім келеді. Ол өзімнің табиғатыма жақын нәрсе. Сосын менің тағы бір қасиетім, мен өзіме YouTube каналы ашқанмын. 2 жыл болып қалды, 1,5 жылдан асты, уже 2 жылға жақындады. Әр түрлі жағдайда мен өзімді зерттеп жүремін. Қолымнан келмей ме оған қарамаймын. Келсе де келмесе де сол видеоны түсіріп, контентті түсіріп салып жатам. Мен YouTube каналым бар. YouTube каналымда қазіргі таңда 2000-нан асатын подписчигім бар. Онда да контент салып отырамын. Енді қазіргі ойым осы тиктокты меңгерсем деген ой. Сау болып тұрыңыздар.